Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жузиева Ләззат Ергешқызы, Абырай Алтынсарин атындағы номер 65-ші мектеп-гимназияның көркем еңбек пәнінің мұғалімі. Мен сіздермен бүгін көркем еңбек пәнінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру тақырыбында вебинар сабағын жүргіземін. Сұрақтарыңыз болса, соңында қоярсыздар. Менің бүгінгі сабағымның мақсаты оқу материалын меңгергендігі жөнінде объективті ақпарат алу, білім алушының кемшіліктерін дер кезінде анықтау, мұғалім оқушы арасында кері байланысты орнату жолдары. Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері: оқушының күнделікті білім сапасы, білім алудағы олқылықтарды күнделікті түзеу, оқушының қиындық тудыратын сұрақтарын анықтау және оны жою, оқушының бағалаудан алған жағымсыз әсерінің азаюы, психологиялық жайлы ортану болуы, бағалаудың әділдігі, анықтылығы және ашықтығы, өзін-өзін бағалау дағдылары. Қалыптастырушы бағалау мынандай үдерістен тұрады екен. Қалыптастырушы бағалау оқушының оқу нәтижесінің үнемі ілгерілеп және де дамып отыруына ықпал ететін, мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін үдеріс. Оқыту мен оқуды тиімді түрде ұйымдастыру үшін әр оқушының ілгерілеуі мен ағымдағы түсіну деңгейін үнемі анықтап отыру маңызды. Бұл қалыптастырушы бағалау барысында жүргізіліп, оқушының оқу жетістіктері туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау оқыту мен оқудың біртұтас құрамдас бөлігі болып табылады. Оны қосымша жаттығу мен тест тапсырмаларында деп қабылдамаған дұрыс. Қалыптастырушы бағалау үдерісі төмендегі кезеңдерден тұрады. Бірінші, оқушыларды анықталған оқу мақсаттары мен бағалау критерийлерімен таныстыру. Екінші, оқушылардың нені және қандай деңгейде түсінгендігін анықтайтын дәлелдемелердің көрсеткіші бола алатындығын тиімді орта тудыру немесе олардың басқа іс-әрекеттерін ұйымдастыру. Келесі, оқушының дамуына ықпалын тигізетін тиімді кері байланыс беріп отыру. Және оқушыларды бір-біріне өзара оқыту көзі бола алатындай етіп ынтымақтастыру, оқушы өз оқу барысында өзін жасаушы, құрушы ретінде қабылдау. Қалыптастырушы бағалауды жоспарлау және ұйымдастыру. Әр сыныпта сабақ беру үдерісінде мұғалім оқу бағдарламасындағы барлық оқу мақсаттарымен қамтуы керек. Пән бойынша оқу жоспарында барлық оқу мақсаттары үшін ұсынылатын жаттығулар берілген. Бағалау үдерісін тиімді түрде өткізу үшін мұғалімге оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлерін нақты құрастыру, тапсырмаларды бағалау критерийлеріне сай құрастыру және дескрипторларын анықтау, оқушыларға тиімді кері байланыс беру ұсынылады. Бағалау критерийлері оқу мақсаттарында не көрсетілсе, тек соны ғана бағалайды және Блум таксономиясының берілген 6 ойлау дағдыларының деңгейлерін білу мен түсіну, қолдану мен талдау, жинақтау және бағалауды көрсетеді. Мұғалімнің бағалау критерийлерін оқу мақсаттарына сәйкестендіріп, нақтылап дайындау маңызды. Одан кейін мұғалім бағалау критерийлерін сәйкестендіріп, оқушылардың жеке ерекшеліктерін, оқу мазмұнын ескеріп, тапсырма және оның дескрипторларын қарастырады. Дескрипторлар тапсырманы орындаудағы оқушы қадамын нақтылайды, нәтижеге жету жолын анықтайды. Сондықтан дескрипторлар оқушыларға түсінікті және нақты болу қажет. Қалыптастырушы бағалауның туралы негізгі түсініктер. Қалыптастырушы бағалау мұғалімдерді, оқушыларды және педагогикалық үдерістің басқа да қатысушыларын оқуды жетілдіру үшін қажет ақпаратпен қамтамасыз ететін оқудың ағымдағы бағалануы. Бұл жерде нәтижесінде баға ретінде тіркелмейді. Оқу мақсаты оқу бағдарламасына сәйкес пән бойынша оқушының оқу барысында меңгерілген білім, түсінік, дағды жетістіктерінің күтілетін нәтижесі арқылы қалыптасқан тұжырым. Бағалау критерийі: білім алушылардың оқу жетістік деңгейлері өлшенетін белгі, өлшем негіздеме. Дескриптор: оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын бағалайтын тұжырым. Тапсырма: оқушының құзыреттілік деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін нақты жағдай. Ал кері байланыс: қандай да бір жағдайға немесе әрекетке арналған жауап, пікір.
Оқу жетістігін бағалау бұл білім алушының кері байланыс арқылы білім беру үдерісін реттейтін және түзететін оқу мақсаттарына сәйкес жоспарланған нақты қол жеткізген нәтижесінің дәрежесін белгілейтін үдеріс. Бағалаудың мынадай қағидаттары бар. Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы. Ол бағалау оқытудың ажырамас бір бөлігі болып табылады. Ол оқу бағдарламасындағы мақсаттармен, күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты. Шынайылық, анықтық және валидтілік. Бағалау дәл және сенімді ақпаратты ұсынады. Қолданылатын критерийлердің, құралдардың оқу мақсаттарына жетуге күтілетін нәтижелерді бағалайтындығына сенімділігі болады. Ашықтық және қолжетімділік. Бағалау түсінікті, айқын ақпараттарды ұсынады. Сондай-ақ барлық оқу үдерістеріне қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін арттырады. Үздіксіз бағалау білім алушылардың оқу жетістіктерінің ілгерілеуін дер кезінде және жүйелі қадағалап отыруға мүмкіндік беретін үздіксіз үдеріс болып табылады. Ал дамыту бағыты. Ол бағалау нәтижелері білім алушылардың, мұғалімдердің, мектептің білім беру саласының даму бағытын анықтайды және ынталандырады. Бағалаудың жаңа жүйесінде жиынтық бағалаумен қатар қалыптасушы бағалау немесе формативті бағалау қолданылады. Жиынтық бағалаудың немесе оқыту үшін бағалаудың мақсаты оқушы қазіргі уақытта не оқып білгендігін жинақтау болып табылады. Мұны әрине мұғалім тест, емтихан тағы да басқа түрде өткізіп, өзі бағалап отырады. Формативті бағалау немесе оқу үшін бағалау күнделікті әр сабақта жүргізіліп отырады. Оқу үшін бағалау бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғандығын және де қандай бағытта даму керек және де қажетті деңгейде қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар және олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу және түсінікті үдеріс. Бұл ретте мұғалімдер жалғыз бағалаушы тұлға болмайтындықтарына назар аударылады. Оқушылар өздерінің сыныптастарын және өздерін бағалауға тартылуы мүмкін, және мұғалімдер бағалауды белсенді жүргізген кезде оқушылар белсенді қатысуы керек. Аталған бағалау мұғалімдерге сыныптағы оқушылардың үлгерімін бақылап отыруға мүмкіндік береді. Қалыптасушы бағалау қолдану арқылы мұғалім мен білім алушы арасындағы кері байланыс жүзеге асады. Осының нәтижесінде білім алушы өзін бақылап, өзінің әрекет тәсілдерін таңдайды, нәтижелерін өзі бағалайды, оны мұғалім жалғастырады. Осылайша бала мақсат қоя білу, күтілетін нәтижені жоспарлау, оны бағалау тәжірибесін жинақтау арқылы өзінің түйінді құзыреттіліктерін қалыптастырады. Кері байланыстың қай түрі болмасын, нені жақсы орындағанын белгілеп отыруы. Қателіктер болған жағдайда мұғалім оқушының жұмысын жақсартуға байланысты нақты ұсыныстар беруі керек. Қалыптасушы бағалаудың бір түрі өзін-өзін бағалау және өзара бағалау. Өзара бағалау білім алушыларға бір-біріне кері байланыс беруге көмектеседі. Яғни бір-бірінен білім алуға және бір-біріне қолдау көрсетуге, бір-бірімен талқылауға, әңгімелесуге, түсіндіруге және бірін-бірін сынауға мүмкіндік береді. Сапалы өзара бағалау өз жұмысын бағалау сапасын жақсартуға ықпал етеді. Нәтижесінде ол оқушылардың бойында өзінің алға дамуы үшін жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Баға оқушының кемшіліктерін табу үшін емес, оны одан әрі дамытуға ықпал ету үшін қойылады. Өзін-өз бағалауда білім алушы тапсырманы орындауда нені жасау қажет? Тапсырманың барлығын дұрыс орындады ма? Әлде қателіктер жіберді ме? Тапсырманы толығымен жеке өзі орындады ма? Әлде біреудің көмегіне сүйенді ме? Тапсырманы орындау барысында қандай біліктіліктер дамыды деген сұрақтарға жауап іздейді. Тәжірибеде жиі қолданыстағы өзін-өз бағалау техникаларына сипаттама беруді мен өз тәжірибемнен сипаттама беруді жөн көріп отырмын. Өзін-өз бағалау мақсаты. Оқушылар өзін-өз бағалауға сүйене отырып мақсат белгілейді. Мұндай оқу мақсаттарын тіркеуге және де кейінірек оны қайта қарауға болады. Оларды мұғалім белгілеген мақсаттармен салыстыруға болады, және егер мақсаттар әртүрлі болған жағдайда, оларды ортақ мақсат етуге болады. Мына жерде қалыптасушы бағалаудың бір түрі, яғни сыныптағы оқушылардың әрқайсыларына А, Ә, Б, В әріптерімен қоса 4-4-тен үлдірленген карточкалардың жинағы беріледі. Жауаптың 4 нұсқасы бар сұрақтар қойылады. Сол сұрақтардың ішіндегі дұрысына осы әріптерді көтеру арқылы жауап береді. Бұл менің осы сабақтарда қолданылған әдістерінің бір түрі. Және
мына сабағыммен бөліскім келеді. Бұл сабағымның тақырыбы қима және тілік. Оқу мақсатым қима мен тілік орындау барысында шарттар мен жеңілдіктерді қолдану. Сабақ мақсаты тілік пен қиманың ерекшеліктерін ажыратып, ережелерін сақтай отырып сызбасын орындауға мүмкіндіктер жасау. Бағалау критерийлері тілік пен қиманың ерекшеліктерін ажыратады, тілік пен қиманың маңыздылығын, қажеттілігін түсінеді, сызбасын орындайды. Бұл жерде сынып 3 топқа бөлінді. Тапсырманы иерархиялық органайзер әдісі арқылы 3 топқа әртүрлі фигуралар беріледі. Бірінші топ жайтіліктің түрлерін анықтау, дәрежелері мен ерекшеліктерінің деңгейлері бойынша ретімен шығып жазыңыздар. Осы тапсырманы орындау барысында балалар жайтіліктің маңыздылығы туралы түсіндіріп өтеді. Дескриптора тілікті түсіндіреді, оның түрлерін анықтайды, тіліктің сызбасын орындайды. Екінші топ көрініс пен тілікті біріктіруде ережені сақтай отырып орындаңыздар. Яғни бұл жерде тілік пен көріністің маңыздылығын және олардың орындалу жолдарын түсіндіре отырып талқылап түсіндіріп береді. Яғни бұның дескрипторы көрініс пен тілікті түсіндіреді, көрініс пен тілікті біріктіруді анықтайды, ережені сақтап сызбасын орындайды. Үшінші топ күрделі тіліктердің ережесін сақтай отырып орындаңыздар. Бұл жерде күрделі тіліктің түрлерін және олардың орындалу ережелерін түсіндіріп талдап өтеді. Бұл топтың дескрипторы күрделі тілікті түсіндіреді, күрделі тіліктің ережелерін сақтайды, сызбасын орындайды. Бұл жерде әр топтың тапсырмасы әртүрлі болғандықтан 3 топқа 3 түрлі фигура беріледі, және әр топтың тақырыптары әртүрлі болғандықтан оларға түрлі дескриптор беріледі. Және осы тапсырманы орындау барысында тапсырманың қаншалықты дұрыс орындалғандығын дескриптордың реті бойынша топтар өзара бағалап өтеді. Екінші тапсырма бұл жеке жұмыс. Тілік пен қиманың айырмашылығын анықтаңыздар. Бұл жеке жұмыс болғандықтан әр оқушының алдында мына суретте көріп тұрғандарыңыздай тапсырма беріледі. Бұл жерде А, Б, В жастық арқылы денені қияды. Дәптерді 2 бөлікке бөліп, жоғары жағына тілік жағына Т әрпін, қима жағына Қ әрпін қойып, төменгі жағына тілік пен қиманы салыстырмалы түрде орындап шығады. Яғни бұл тапсырманың дескрипторы суреттен қима мен тілікті анықтайды, ерекшелігін көрсетеді, ережені сақтай отырып сызбасын орындайды. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін осы дескриптормен танысып, бағалау шаш әдісімен жүреді. Егер де шаш әдісімен таныстыратын болсам, орындап болғаннан кейін балалар шаршының суретін салады, немесе қолдарына 3 түсті кеспе қағаз беріледі. Яғни қызыл, сары, жасыл. Қызыл түс түсініксіз, сары түс көмек керек, жасыл түс түсінікті дегенді білдіреді. Міне мынау суретте көріп тұрғандарыңыз бұл сабақ барысындағы көрініс. Мынау балалардың алдарында жаңағы кеспе қағаз тұр. Дәптердің үстінде жасыл, сары, қызыл кеспе қағаздар тұр. Яғни шаршылар жасыл түске алдына қойған балалар, олар түсінікті, бәрін дұрыс орындарын, дескриптордың дұрыс орындалғаны, ал сары мен қызыл түске берілгенде олар көмек керектер. Яғни осы жерде саралау жұмысын іске асыра отырып, мен жасыл түспен боялған балдардың жұмысының дұрыстығына көз жеткізгеннен кейін сары, қызыл түспен боялған балдардың жұмыстарына көмекке жібердім. Яғни бұл жерде қабілетті балдар көмек керек балдарға көмектесу жұмысы жүрді. Шаршылар жұмысты аяқтағаннан кейін оқушы дәптерге шашының суретін салады, немесе кеспе қағазбен қолданады. Егер жұмыс түсініксіз болған жағдайда қажетті түстерді қолданады. Келесі топтық кері байланыс. Сыныптастардың жұмысын бағалауға қатысты топтық кері байланыс мұғалімге оқудағы қажеттіліктерді қарапайым түрде анықтауға көмектесе алады. Егер топ кері байланыс ұсынатын болса, бұл мәселеге назар аударып, жүйелендірілген талқыланған тапсырмаларға қатысты ақпарат береді. Мына көріп тұрған суреттеріңізде балалардың әр топтың жұмыстары бір-біріне кері байланыс беріп жатқан көрініс. Яғни стикерге кері байланыстарын жазу арқылы өздерінің ұсыныстарын беріп жатқан көрінісі. Келесі түзетулер әдісі. Бұл жерде
сіз бағаламастан бұрын оқушылардың өз жұмыстарын түзеткендеріне дәлел келтіруді талап ете отырып, түсініктеме беру арқылы жауапты қайта тұжырымдауға және бағалауға назар аударыңыз. Яғни мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, балалар бір топ екінші топтың жұмыстарын түзетулер жүргізіп жатыр. Яғни ол түзетулер анық көріну үшін қолдарына қызыл бояу немесе қызыл маркер беріп, сол жерде не үшін қате жібергендігін және қалай қате жібергендігін жөндеу арқылы көрініс табады. Бала соны түсіндіріп, дәлелін келтіріп, тапсырманың дұрыстығын ол жерде дәлелдеп береді. Бұл да өте тиімді әдістің бір түрі. Келесі сабағым 6 сынып көркем еңбек пәні. Көркем тақырыбым көркем өнер идеяларын іске асыру. Оқу мақсатым өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану. Сабақ мақсаты барлығы ертегінің түрлерін анықтау, көпшілігі ертегі жанрын тәрбие үдерісінде қолдануын, өміршеңдігін дәлелдеу, кейбірі өз идеялары мен сезімдерін қолдану. Бағалау критерийлері: белгілі бір әңгіме ертегі желісі бойынша кейіпкер бейнесін анықтайды, кейіпкер бейнесін шығаруда материалдарды таңдайды, өз идеялары мен сезімдерін қолданады. Бұл жерде бірінші тапсырма балаларға 3 топқа бөлінеді. Әр топқа жан-жануарлар туралы, қиял ғажайып ертегісі туралы, шыншыл ертегісі туралы алдын ала мәтін құрастыру тапсырмасы беріледі. Әрине тапсырма берілместен бұрын ертегілердің түрлерімен таныстыру жұмыстары жүргізіледі. Таныстырып болғаннан кейін 3 топқа 3-4 тақырып беріледі. Яғни бұл ойлан, жұптас, бөліс әдісі бойынша жүреді. Бірінші топқа ертегілердің бала тәрбиесіндегі рөлі деген тақырып беріліп, соны талдау беріледі. Оның дескрипторы қиял ғажайып ертегісін құрастырады, ертегінің бала тәрбиесіндегі ықпалын түсіндіреді. Келесі топ ертегі жанрын тәрбие үдерісінде қолданылуы. Дескрипторы ертегі жанрларын анықтайды, ертегіні тәрбие үдерісінде қалай қолдануға болатындығын түсіндіреді. Үшінші топ қазақ ертегілерінің өміршеңдігін дәлелдеуге насихаттау. Дескриптор ертегінің маңыздылығы туралы түсіндіріп береді, дәлелдер келтіреді. Бұл жерде балалардың сабақтарын көру барысында қазіргі оқушылар оқылым, яғни оқулыққа көп мән бермейтіндігін көруге, білуге болады. Тапсырма беру арқылы олар кітапты оқыды және өздері ойларынан керемет мәтін құрастырды, және сол құрастырған мәтіндері бойынша олар кереметтей қойылымдар дайындады. Жалпы бұл тақырып 4 сағатқа берілгендіктен осы жерде қуыршақтарды дайындады және қуыршақтардың киімдерін дайындап сахналық қойылым жасады. Бұл жерде 3 топ 3 түрлі тапсырма орындады. Тапсырмамыз бірінші топ қиял ғажайып ертегісі. Бұл жердегі тапсырмамыз біздің енді келесі өздері құрастырған ертегілерін театрлау. Яғни бірінші топ қиял ғажайып ертегісін көлеңкелі театр арқылы таныстырды. Екінші топ шыншыл ертегісін таяқшалы театр арқылы, үшінші топ хайуанаттар ертегісін саусақты театр мен көрініс арқылы көрсетті. Бұл жерде жаңа өздерінің алдын ала дайындаған мәтіндері бойынша қуыршақтарын бәрін дайындап сахнаға тамашалап көрсетті. Яғни бұның критерийі, бағалау критерийі мәтіннің тақырыпқа сай болуы, қуыршақтардың сапалығы мен түстік үйлесімділігінің болуы, кейіпкерлерді сөйлете алуы. Мынау сол сабақтан көрініс. Бұл жерде тапсырмаларын орындап болғаннан кейін, әр тапсырманы орындап болғаннан кейін топ бірін-бірін бағалау жүрді. Яғни оқушылар бағалау критерийлеріне сәйкес бірін-бірінің жұмысын бағалады. Бұл оқу туралы ойлануға және түсінуге көмектеседі. Бұл оқушыларға үздік жұмысты көруге және орын алған түсінбеушілікті шешуге мүмкіндік береді. Аталған құрал және де сабақтарда басқа да схемаларында қолдануға мүмкін екен. Бұл жерде сосын балалар бір-біріне керемет сұрақ дайындады. Яғни құрастырған мәтіндеріңіздің қандай тәрбиелік мәні бар, отбасыға байланысты, жан-жануарларға байланысты, қазіргі уақытта жан-жануарларға керемет қарау керектігі туралы да бір ойларын ашып айтты. Сонда тағы да бұл мәтінді құрастырудағы мақсатыңыз қандай болды, кейіпкерлерді дұрыс таңдай алдыңыз ба деген бір-біріне сұрау, кері байланыс
керемет өрбіді. Келесі, мына суретте көріп тұрғандарыңыз, оқушылар тақырыпқа қатысты өздерін қолайлы сезініп, психологиялық ахуал қалыптастыру үшін смайликтер, жұлдызшалар, жүрекшелер беруге болады екен. Мына сабақта көріп тұрғандарыңыздай мен оригами арқылы жүрекше, жұлдызшалар алып, сабақта отырған балдардың белсенділігіне қарай, сабаққа қатысуына қарай балдарға осы жүрекшелерді беріп отырдым. Бұл да сабақтың барысында қолдануға болады екен. Келесі, сызықтық портрет. Бұл да 6-шы сынып. Оқу мақсатым өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану. Материалдардың қасиеттері жайлы білім және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып, техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау. Сабақтың мақсаты барлық оқушылар сызықты портрет туралы мәлімет алу, басым көпшілігі пропорцияны сақтай отырып кезеңдерді анықтау, кейбір оқушылар тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану. Бағалау критерийі: сызықтық портрет туралы мәлімет алады, пропорция заңдылықтарын анықтайды, тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану арқылы көңіл күйді және мінез құлықтың ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл жерде бірінші тапсырма балаларға адамның бет бейнесінің мүшелерінің қызметі туралы мәліметті актіні қолдана отырып қарастырып, бет мүшелерінің геометриялық пішіндерін сәйкестендіру және пропорциясын анықтау тапсырмасы берілді. Бұл жерде 4 топқа бөлдік сыныпта. Бірінші топ көз, екінші топ құлақ, үшінші топ мұрын, төртінші топ ауыз болып бөлінді. Яғни осы 4 өздеріне бөлінген тапсырма бойынша актыдан қызметтерін керемет анықтап, түсіндіріп берді. Және сонымен бірге геометриялық пішінге салды және олардың пропорцияларын анықтап берді. Осы жерде дескриптор бет мүшелерінің қызметін актіні пайдалана отырып анықтау, геометриялық пішіндермен сәйкестендіру, пропорцияны түсіндіру болды. Сабақ соңында кері байланыс, бағалау осы дескриптор арқылы анықталды. Келесі, осы жұмыстың екінші тапсырмасы бізде көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау болды ғой. Соған байланысты екінші тапсырма бізде саз балшық немесе ермек саздан осы топқа бөлінген тақырыптарын рельефті мүсінмен орындап шықты. Бұл да 2 сағатқа арналған жұмыс болғандықтан рельефті мүсінді керемет дайындады. Яғни бұл жерде көздің, құлақтың, мұрынның, ауыздың пропорциясын сақтай отырып мүсінді жақсы дайындап шықты. Келесі көріп тұрған бағалау бұл бағдаршам. Бағдаршам бұл өте түсінікті. Өйткені сабақ барысында бұны да осы бағдаршам түстер арқылы көргендерін бағдаршам түстер арқылы көрнекі құрал ретінде пайдаланып, мысалға қызыл түсті түсінбедім, жасыл түсті барлық түсінікті деген сияқты көрсету арқылы бұнда осындай тест тапсырмасында тапсырманы қаншалықты түсінгеніне байланысты онда бағдаршамды көрсету арқылы көруге болады екен. Тағы да ББ. Бұнда біз сабақта көп қолданамыз. Бұл жаңа тақырып бастар алдында оқушылар 3 бағаннан тұратын сурет салады. Олар нені біледі, олар нені білгісі келеді, олар нені білді. Миға шабуыл өткізілгеннен кейін оқушылар алғашқы 2 бағанды толтырады және бөлімді оқып біте бастағанда 3-шіге қайта оралып 3-ші бағанды толтырады. Тағы да бір қосымша баған қосуға болады, мысалға қалайша оқып үйренетін боламын деген. Яғни онда қосымша баған ретінде қосып, онда толтыруға болады екен. Келесі, енді мұғалімдер үнемі өздерінен мынаны сұраған дұрыс екен. Мен өз оқушыларыма қандай маңызды білім мен машықтарды беруге тырысамын. Олардың осыны үйренгенін мен қалай анықтай алады екен. Мен олардың жақсы оқуына қалай көмектесе аламын.
Егер мұғалім осы сұрақтарға жауап бере отырып, оқушылармен тығыз байланыста жұмыс істесе, ол өзінің оқушылық дағдыларын жетілдіреді және өз қызметін жаңаша түсінеді. Сыныпішілік бағалаудың мақсаты баға қою негізін қамтамасыз ету емес, керісінше оқу сапасын жақсарту. Сыныпты бағалау мынадай ережелерге негізделеді. Оқу сапасы тікелей оқу сапасына байланысты. Оқыту сапасына байланысты. Оқуды жетілдіру бұл оқытуды жетілдіру. Мұғалім өз мақсаттары мен міндеттерін сипаттауы, кейін оны олардың қандай деңгейде іске асырылғаны туралы ақпаратпен қамтамасыз етуші, кері байланысты реттеуші тиіс. Оқушылар уақытында және де толықтай сәйкес кері байланысты алуы, сондай-ақ олардың қалай оқитындығын өз бетімен бағалауға машықтануы тиіс. Бағалау формасы бұл сыртқы сарапшылар емес, керісінше оқыту барысында туындайтын міндеттер мен мәселелерге байланысты қойылған сұрақтарға жауап беру үшін мұғалімдердің өздері өткізетін бағалау. Зияткерлік ізденіске жүйелі қатысу бұл оқушылар құрамы үшін уәждеменің өсуі мен жаңартудың күшті қайнар көзі болып табылады. Қалыптастырушы бағалау оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісіне дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады. Қалыптастырушы бағалаудың принциптері: оқытудың бір бөлігі. Барлық оқу мақсаттары қамтылады. Яғни оқу мақсаттары барлық сыныптарда пәндер бойынша оқу жоспарларында нақтыланып белгіленген. Бағалау белгіленбейді. Оқу мақсаттарына жеткендігі бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге асады. Әр оқушының ілгерілеуі туралы кері байланыс беріледі. Қалыптастырушы бағалау нәтижелері оқыту сапасын, оқу бағдарламасын жақсарту үшін қолданылады. Қалыптастырушы бағалау қалай жүргізіледі? Өткізіледі. Мұғалім 90 барысында өткізеді. Яғни қалыптастырушы бағалау сабақтың барысында кез келген жерінде өткізуге болады. Сабақтың басында, ортасында, аяғында. Ақпараттандырады. Материалды оқу барысында тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағаны жөнінде оқушылар ақпарат алады. Оқушының ілгерілеуі жөнінде мұғалім ақпарат алып, оқыту үдерісіне өзгерістер енгізе алады. Оқушының рөлі: оқытуға белсене қатысады, күтілетін нәтижені түсінеді, өзін-өзі бағалайды, бірін-бірін бағалайды. Мұғалімнің рөлі: оқу жоспарына сәйкес бағалау критерийлерін анық жазады. Бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастырады, тапсырмаға дескрипторлар құрастырады, оқушыларға тиімді кері байланыс береді, оқыту мен бағалау үдерісінде түзетулер енгізеді. Өткізілу формасы: жеке, жұппен, топпен және ауысатын топтар құрамында. Қалыптастырушы бағалау. Қалыптастырушы бағалаудың тиімді болу үшін мынандай алгоритм деп айтсақ болады. Яғни нәтижеге жету үшін, яғни бізде оқу мақсаты беріледі. Оқу мақсатынан бағалау критерийін анықтаймыз. Яғни ол бұл таксономиясына негізделіп құралады. Бағалау критерийінен тапсырма шығады. Тапсырмаға дескриптор құрастырамыз. Ол дескрипторды нәтижеге жету алгоритмі, яғни тапсырманы орындау қадамдары деп айтсақ болады. Яғни тапсырманың қаншалықты нәтижеге жету үшін осы дескрипторлардың қадамдары дұрыс қойылу керек. Ол дескриптор қолжетімді болу керек, нақты және анық болу керек. Және сабақ соңында кері байланыстың маңыздылығы өте зор. Кері байланысты жазуға арналған мынандай ұсыныстар бар. Ол үнемі тиімді кері байланыс жасаңыз, және де оқушыларды өз жұмысын және басқалардың жұмысын бағалауға үйретіңіз. Түсіндірмесіз айтылатын дұрыс емес, өтірік, кім жауап береді деген сөздерден аулақ болыңыз. Ненің дұрыс емес екендігін, оны түзету үшін не істеуге болатындығын ұсыныңыз. Қателігін емес, дұрыс орындалғанын айтыңыз. Кемшіліктерді болдырмаудың жолдары немесе жауаптарын қалай жақсартуға болатыны жөнінде ұсыныстар беріңіз. Қателіктер туралы төмендегідей пункттер бойынша ақпарат бере аласыз. Орналасуы, қателердің түрлері, қателердің жөндеу үшін жасалатын әрекеттер. Оқушының жауабына берілетін кері байланысыңызды мысқылдайтын, сынайтын тұрғыдағы орынсыз жауап, бұлай жасауға болмайды, неге бұлай айттың деген сияқты орынсыз, жағымсыз сөздерді айтуға болмайды.
сөз тіркестерін қолданудан, жағымсыз сөз тіркестерін қолданудан сақ болыңыздар. Мұндай сөз тіркестері оқушының намысына тиіп, балдардың ынтасын төмен түсіреді. Міне осымен менің бүгінгі қалыптасушы бағалау тақырыбында өткізетін, бағалауды ұйымдастыру тақырыбында өткізген вебинарым аяқталды. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, құлағым сізде. Сабақтың 20% білім беру болса, 80% сол білімді талқылау деңгейге келісесіз бе? Әрине, сабақ барысында мұғалім тек қана балаларға бағыт бағдар беріп, негізінен балалардың өздері тапсырманы ізденіп, өздерінің анықтағаны балаларға тиімді білім беретініне бәріміз көзіміз жетіп отыр. Сұрақтарыңыз болса? Балаларға алдын ала тапсырманы беріп жіберіп, балалардан қосымша мәліметтерді алып, өте тиімді. Онда біз сабақ барысында қолданып отырмыз. Олар үйде кереметтей, тіптен қызықты мәліметтер жинап кел десеңіз, соған байланысты кереметтей әдіс тәсілдерді анықтап келуге балалардың өте қабілеті зор, керемет қабілетті балалар бар. Олар керемет ізденіп келеді. Ол біздің сабағымызға, алдағы уақытта сабағымыздың ілгері жүруіне керемет әсерін тигізіп отырады. Рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен бүгінгі вебинар сабағымды аяқтаймын. Барлықтарыңыздың жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет.